Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Математика оқулығының 110-шы бетін ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиындарды салыстыру, тең жиындар. Бүгін сен жиындарды салыстыруды үйренесің. Қандай жиындардың тең жиындар деп аталатынын білетін боласың. Ал тірек сөзіміз біздің бүгінгі тең жиындар деп аталады. Балалар, жалпы біз өткен сабақта жиынның не екенін білген болатынбыз. Жиын дегеніміз ортақ белгілері бар заттардың тобы екенін және ортақ белгілері бар заттардың бірігуі екенін білетін едік, балалар. Енді екі жиынды салыстырғанда олардың қандай элементтерден тұратынын және элементтер санын ескерту қажет екенін білетін боламыз. Яғни екі жиынды салыстырамыз ғой, сонда әр жиынның ішінде қандай элементтер бар? Бір жиынның элементтері екінші жиынның элементтеріне сәйкес келе ме, жоқ па? Соны қарайды екенбіз. Және олардың сандары бірдей ма екен, соны да қарайтын боламыз, балалар. Балалар, қазір біз тап және салыстыр деген тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл тапсырмада бізге әртүрлі заттар берілген, балалар. Осы заттардың белгілеріне қарай отырып, яғни әр жағынан әртүрлі белгілеріне қарай отырып, қандай жиындар құрастыруға болатын және бір ғана емес бірнеше жиындар құрастыруға болатын білетін боламыз. Осыны ойланып көрейік және осы жиынды құрастырып көрейікші, балалар. Міне, балалар, ойланған болсақ, бұл жерде кейбір заттар сап-сары екен, сол сары белгісіне қарай отырып, сарылар жиынын деп қоюға болады екен. Яғни сары бақбақ, сары күн, сары алма деп бір жиын құрастырса болады екен. Ал енді кейбір заттардың дөңгелек екеніне қарай отырып, сол дөңгелегіне қарай отырып, яғни доп, дөңгелек доп, дөңгелек күн, дөңгелек қызанақ деп те жиын құрауға болады екен, балалар. Бұл жерде біз кейбір заттардың өсімдік екенін білген соң, соған қарай өсімдіктер жиыны деп те бақбақ, қызанақ, алма, қияр деп те жиын құрастыруымызға болады екен, балалар. Демек, біз осындай 3 жиын құрастыруға болады екен. Ал сендерде осындай 3 жиын құрастыра алдыңдар ма? Егер сендер осындай 3 жиын құрастыра алған болсаңдар, онда сендер бұл сабақты түсінді деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Сана және салыстыр деп аталады екен. Бұл тапсырмада бізге жиындар берілген. Сол жиын элементтерін санап, сол бойынша салыстыруымыз қажет екен. Санына қарай салыстыра отырып, жаңа біз алдында заттарды белгісіне қарай жиын құрастырсақ, енді біз санына қарап жиындарды салыстырамыз. Жалпы балалар тең жиындар деп элементтерінің де саны бірдей жиынды айтамыз. Ал олай болса, осы екі жиынды салыстырып көрейікші, тең ба, әлде тең емес па? Балалар, кәне мен сендерге уақыт берейінші, ойланып көріңдерші, кәнекей. Жақсы, балалар. Салыстырған болсаңдар, мына жерде бір жиында бізде ақ парақта неше парақ бар екен? 7 парақ бар екен, ал екінші жиында ақ парақтан 7 бар екен, ал тағы да басқа бір көк парақ тұр. Сонымен бұл жерде қанша парақ бар екен? 8 парақ бар екен. Олай болса, бұл жиын тең емес екен. Ал енді осы екі жиынды қалай теңестіруге болады? Егер көк парақты алып тастайтын болсақ, онда екі жиын тең болады. Сонымен тең жиындар деген
элементтер де бірдей және элементтерінің саны да бірдей жиынды айтамыз. Ал келесі тапсырмаға қарайтын болсақ, бізде бірінші ойыншықтар жиыны берілген, одан кейін жеміс жидектер жиыны және гүлдер жиыны берілген екен. Қане, осыларды салыстырып көрейікші, тең ба, әлде тең емес ба, тауып көрейік. Қане балалар, мен сендерге тағы кішкене уақыт берейін. Ал балалар, салыстыратын болса, мына ойыншықтар жиынында екеуінде де 4 ойыншықтан берілген. Ойыншықтары бірдей, бірақ бұл жерде соңғысында доп болса, келесі жиында доп емес балапан тұр екен, иә? Сонда бұл жиын тең емес жиын екен. Ал келесі жидектер жиынын тең дейміз, өйткені олардың саны да, түрі де бірдей болып тұр екен, иә балалар? Ал енді гүлдер жиыны тең емес дейміз, себебі бір жиында 4 гүл, екінші жиында 5 гүл бар екен. Яғни сандары бірдей емес, сондықтан бұл тең емес жиын екен балалар. Енді шығарып көр тапсырмасында қарайық кішкене балалар. Шығарып көр тапсырмасында бізге жиындар берілген, яғни 2 жиын берілген. Оның ішінде элементтерін біз көріп тұрмыз, иә? Осы элементтерге қарай отырып, қандай жиын тең емес жиынға айналдырамыз, қалай тең жиын жасауға болады. Тағы да ойланып, мұқият ойланып көрейікші балалар, қане. Мен сендерге тағы да уақыт берейін. Жақсы балалар, орындап шыққан боларсыңдар деп ойлаймын. Олай болса, тең болу үшін бұл жерде суырма шкаф 2 жерде де бар, иә балалар? 2 жиында да бар. Үстел 2 жерде де бар, орындық та 2 жерде бар, 2 жиында бар, яғни. Бірақ жасыл кресло бір жиында бар болса, екінші жиында жоқ. Яғни теңестіру үшін екінші жиынға жасыл кресло қосамыз. Сонда тең жиын болады. Немесе керісінше, мына жердегі жасыл креслоны алып тастаса, сонда 2 жиын тең болады. Бұл да дұрыс жауап болып келеді балалар. Сендерде де тап осылай тапсырманы орындаған болсаңдар, онда сендер дұрыс орындадыңдар. Келесі тапсырма орындап көр. Осы орындап көр тапсырмасында бізде жиындар берілген. А деген жиын, Ә деген жиын берілген екен. Осы А жиынына тең болатын жиынды тауып жазуымыз керек, және Ә деген жиынға тең болатын жиынды тауып жазуымыз керек екен. Ал астындағы тағы А, Ә деген жиындар берілген, біз осы астындағы Ә жиынына керісінше тең емес жиын жазуымыз қажет екен. Яғни аға тең емес қандай жазуға, жиын жазуға, яғни ана, әке, ұл, қыз дегенге тең емес тағы қандай жиын жазуға болады? Әсінде қыз, көктем, жаз, күз деген жиынға қандай тең емес жиын жазуға болады? Осыларды, яғни әуелі тең 2 жиынды, кейін тең емес 2 жиынды жазып шығуымыз қажет балалар. Қане, сендерге тағы да кішкене уақыт беремін, ойланып көреміз. Жақсы балалар, сонымен тең жиындарды жазатын болсақ, аға тең жиын бірінші 1, 3, 5, 7, 16. Бұл тең жиын болып келеді. Ал әге тең жиын А, Л, Д, М, К деген бас әріптер тең жиыны болып келеді екен. Ал келесі аға тең емес жиын
Яғни осы жердегі ана, әке, қызды жазып, ұлды жазбай қоямыз, немесе кез келген элементті жазып, бір элементті немесе екі элементті жазбай қоямыз. Сонда ол тең емес жиын болады. Орын ауыстырсақ та тең емес жиын болып келеді екен. Мысал үшін, ана, әке, ұл деп, қыздың орнына немере деп қойсақ, бұл тең емес жиын болады екен. Әде де солай балалар. Мысалы, қыз, жаз, көз деген ғана элементтерді алатын болсақ, тең емес жиын болып шыға келеді. Яғни осы сияқты тең емес жиынды жазуымызға болады екен балалар. Ал келесі тапсырмада бұл тең және тең емес жиындарды тап дейді. Осы жерде біз тігінен тұрған сары және сарғыш қызыл қоңыздар берілген, бізде тігінен. Осы тігінен тұрған жиынға қай жиын тең болып келеді, жанында тұрған жиындардың қайсысы тең емес екен табуымыз керек екен балалар. Қанекей, кішкене ойланып көрейікші. Балалар, бұл тапсырмада тігінен тұрған жиынға, яғни бірінші қатарда тұрған жиынға қарайтын болсақ, бұл жерде тігінен болған жиындағы үшінші элемент болса, бұл жерде үш элемент болса, тігінен тұрғанда, бұл жерде екі элемент бар. Сондықтан бұл жиындар тең емес жиын болып келеді. Яғни, міне, көріп тұрғандарыңдай, міне мынау тігінен тұрған, ал мынау жанында тұрған жиындар. Яғни, бұл бірінші тұрған жиын бізге тең емес екен. Ал екінші жиында үш элемент бар, бірақ олардың түстері сәйкес келмейді. Бұл да тең емес жиын болады, балалар. Ал енді үшінші қатардағы да сары қоңыз бар, қызыл қоңыз бар, сарғыш қоңыз бар. Яғни осы үшінші қатардағы жиын тең жиын болып келеді екен. Ал бірінші, екінші қатардағылар тең емес жиын болады екен. Ал енді балалар, жұмыс дәптердің 107-ші бетін ашамыз. Яғни 105-ші жұмыс парағы 7-ші бет екен балалар. Тапсырмада 3 жиындар берілген. Міне өздерін көріп тұрғандай, міне 1, 2, 3 жиын берілген. Біріншісінде түрлі заттар жиыны біз көріп тұрмыз. Екіншісінде ыдыстар жиыны, үшіншісінде өшіргіштер жиыны. Осыларға қарай отырып, тең немесе тең емес белгісін қоюымыз керек екен. Ал келесісінде керісінше жиындарды тең емес деп салыстырып қойған. Бірақ арасында артық элементтер, келесісінде артық элементтер бар. Біз соларды алып тастауымыз қажет. Ал қанекей, балалар, іске сәт. Ойланайықшы, қанекей. Мен сендерге ойлануға тағы да кішкене уақыт беремін. Ал балалар, тексеріп көрейікші. Бірінші жиында әртүрлі заттар болғандықтан тең емес жиын екен. Ал екінші жиында ыдыстар элементтері бірдей болғандықтан тең жиын болады. Ал үшінші жиын тең емес, өйткені бірінші жиындағы 6 өшіргіштер болса, екінші жиында 5 өшіргіш болып тұр екен. Сондықтан тең емес жиын болады екен. Ал енді артық затты алып таста деген тапсырмада, міне біріншісінде біз көріп тұрғанда, бізде не артық екен? Міне ортада тұрған дөңгелек артық екен. Яғни, ал екінші қатарда мынау дөңгелек артық екен, балалар. Ал бізде мына үшінші қатардағы жиында не артық екен? Бізде бірінші жиында 2 сан артық екен. Біз соны алып тастасақ, ол жерде тең жиын болып қалады екен, балалар. Ал енді келесі
тапсырмада 8-ші беттегі элементтерді қосып, жиындарды теңестір. Бұны сендер өздіктеріңнен орындайтын боласыңдар. Ал келесі тең жиындарды сызықпен қос дейді. Балалар, қане ойланып көріңдерші, мен сендерге тағы да кішкене уақыт берейін. Сонымен балалар, бұл жерде тең жиындар бірінші тұрған балық пен соңғы тұрған балық тең екені, және мына жердегі бірінші қатардағы 3 балық пен екінші қатардағы 3 балық тең екен. Демек, біз осылардың арасын сызықпен қосады екенбіз балалар. Балалар, сабақ сендерге түсінікті болды ма? Егер түсінікті болса, біз барлығымыз бас бармақ әдісі бойынша бағалаймыз. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Егер түсінбей қалған болсаңдар, осы видео сабақты қайтадан басынан бастап көрулеріңе болады. Назарларыңызға рахмет.